Қазақстанда сирек жер металдарын шығаратын тұңғыш зауыт ашылды. Бұл кәсіпорынды құруға Қазатом өнеркәсіп пен Sumitomo Corporation компаниялары атсалысқан. Өндіріс Ақмола облысының Степногорск қаласында жүзеге асады. Қарашаның 2-сінде мұнда зауыттың ашылу салтанаты өтті. Этот проект дает старт. Жоба Ақмола облысының индустриясы мен инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Бірінші кезекте Степногорск қаласын өркендету көзделген. Бұл еліміздің үндемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасында көрсетілген ұстанымдарға толығымен жауап береді. Жалпы өндіріс алаңын қалыптастыру мақсатында 30 миллион доллар көлемінде қаражат жұмсалды. Жарғылық капиталдағы Қазатом өнеркәсіптің үлесі 51%, ал қалғаны жапониялық әріптестердің үлесінде. Әуел баста өндіріс қуаты жылына 1500 тоннаны құрайды. 5 жылдан кейін елде 6000 тоннаға дейін сирек жер металдары шығарылмақ. Мы надеемся, что Бұл бастама жаңа серпін беріп, республикамыз үшін жаңа саланың дамуына септігін тигізеді деп сенеміз. Әрине, бірлескен кәсіпорынның алдағы жоспарлар орасан зор. Біздің қор осы жобаға Қазатом өнеркәсіп арқылы барынша қолдау көрсетеді. Болашақта бұл өзге биік белестерді бағындыруға негіз болады. Біздің шетелдік әріптестеріміздің айтуынша, 2017 жылы мұнда өнімнің желісі толықтай дамиды. Мерекелік жиын барысында Қазатом өнеркәсіп пен Sumitomo Corporation басшылары зауыттың алдағы даму стратегиясын айқындайтын келісімге қол қойды. Сонымен қатар өнімді сату жөнінде маңызды құжаттар бекітілді.